Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Айтымбетова Гүлнұр. Бейнеу гуманитарлық экономикалық колледжінің студентімін. Адам баласының өмірінде болуға тиіс бақыттың бірі. Не десек ол өз қалауымен таңдаған мамандығына деген ыстық ықыласы дер едім. Мен үшін де осы өмірімдегі ең қастерлі әрі қасиетті мамандық ол тәрбиешілік. Бұл мамандық мені бірден баурап алды. Өйткені балаларды өте қатты жақсы көремін. Мен болашақ тәрбиешімін. Тәрбиеші болуды бала кезімнен армандайтынмын. Қиындығы мен қызығы, ауыртпалығы мен жауапкершілігі қатар жүретін осы еңбек жолындағы болашақ педагогикалық ұстанымым үнемі жаңалыққа ұмтылып, алдыңғы қатардан көріну және әр тәрбиеленушімнің бойынан жылт еткен жақсылықты, талап пен таланттыны тауып, бұлақтың көзін ашу, биікке жетелеу, ізденістер арқылы мақсатқа жету. Тәрбиеші бала бойына білім нәрін себетін басты тұлға. Сондықтан ол жоғары, білімді, сауатты, мәдениетті, оқытудың жаңа түрлерімен қаруланған, кәсіби қалыптасқан, педагогикалық шеберлігі ұшталған, рухани дүниесі бай, жаңалыққа, шығармашылыққа құмар, баланы жан дүниесімен жақсы көретін, өз ісіне жан тәнімен берілген, балаларды мейірімімен баурап алатын тұлға болуы қажет. Өз арманыма жету жолында көп еңбектеніп білімімді шыңдаймын. Шын білімдінің зейін зердесі кең. Алыстан қарасаң кербез, жақыннан қарасаң кішіпейіл, жүзіне үңілсең мейірімді, жанына үңілсең шуақты көрінбек. Міне осындай кербез, кішіпейіл, мейірімді, шуақты тәрбиеші атансам, адами парызымның орындалғаны болады. Жақсы тәрбиешіні балалар ешқашан ұмытпайды. Ел есінде 1 жыл қалғың келсе ас бер, 10 жыл қалғың келсе ағаш отырғыз, ал мәңгі қалғың келсе бала тәрбиеле дейді дана халқымыз. Мен WorldSkills чемпионатына қатысып жатырмын. Бұл чемпионатта әрбір қатысушы өздерінің таңдаған мамандықтарының қыр-сырын көрсетеді. Колледжшілік байқауда жүлделі 2-ші орынға ие болып, облыстық байқауға жолдама алдым. Қазақстанның жас ұрпағын тәрбиелеу тәрбиешілерге артылған аса жоғары міндет. Ал осы міндетті орындау үшін тәрбиеші бар жан салады. Сол үшін де олардың әр қайсысының еңбегі қашанда құрметке лайық деп білемін. Бұл мамандықпен жайқалған, гүлденген, іргесі нақ бекіген болашағымды көре аламын. Елімнің арқасы асқақ, мерейі үстем болуына аз да болса да өз үлесімді қосып жатсам, ол мен үшін үлкен абырой. Мен болашақ ұрпақ үшін тәрбиеші мамандығын таңдадым.